Ассалаумағалейкум, қадірменді YouTube арнасының көрермендері. Алауды YouTube арнасында кезекті видео шолу. Біз қазір Минскідеміз, Динамо стадионының қосалқы алаңындамыз. Дәл қазір мінекей артымызда Қазақстан ұлттық құрама командасының ойыншылары жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Одан ары қарай мінекей ойыншыларды да көрсетеміз сіздерге. Артымызда Нұралы Әліп, Асхат Тағыберген бар дегендей. Белоруссиялық журналистерді 15 минутқа келіп көріп жатыр дегендей осындай жағдай. Жалпы бүгін енді матч болады. Матч күні бір кішігірім жаттығу, енді бір қатты жаттығу емес екен. Бұл былайша айтқанда бір дене қыздыру, жаңадан келген футболшыларды үйрету, таныстыру. Олардың ішінде мінекей Дәурен Жұмат та бар. Жасыл алаңның сапасы өте керемет екен. Байқап отырсыздар, өте тамаша. Мынандай әдемі жаңбырдан қорғанатын жерлерде бар екен. Келіп осында бүйтіп жаттығуды көріп отырсаңыздар болады. Жаңбыр өтпейді. Белоруссияда жалпы жаңбыр өте көп жауады ғой негізі. Қазір жаттығу жұмыстарын көрсем, мінекей Алексей Сисембин. Мынау фотографтың жылдамдығы Асхат Тағыбергеннен мықты ма дедім ғой, мұны. Не деген жылдамдық мұны? Ауыр камераларды алып қасымыздан Мбаппе секілді періп өте шықты ғой, Мінекей достар. Сонымен видеоблогты бастаймыз. Журналистерден қазір сұхбат аламыз. Футболшылардан енді бүгін матч күні енді сұхбат алуға болмайды. Сондықтан сіздер Аладоп YouTube арнасын қарай жүріңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал біздің осы шығарылымыздың басты серіктесі біздің әлбетте фондағы достарымыз. Олар жайлы қызықты ақпаратты, қызықты сілтемені осы видеоның астындағы комментарий бөлімінде тіркеліп тұрған сілтемеден басып көре аласыздар. Мінекей. Қазақстан ұлттық құрама командасы Минск қаласындағы Динамо стадионының тамаша жасыл алаңында жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатқан жайы бар. Мінекей керемет жасыл алаң. Бүгін матч. Жаттығудың қасында Сейіл Қожатай. Жалпы Сейіл бүгін матч күні жаттығу жұмыстары болып жатқан қалай жалпы? Қызық па негізі? Жақсы. Күшті негізі. Өзі қызық болады. Ойында. Негізі жаттығу болады. Біз былай қоғамыз ғой, ойын алдында демалыс жаттығу өткіземіз, ойын алды демалады. Бүгін қазір таңертең жаттығу, кешке белорустарға енді шабуыл қай жерден басталатынын көрсететін шығармыз деп ойлаймын. Мен енді кезінде сенің орнында жұмыс істедім ғой, осында футболшылар интервью бермей, кейде бір ырғыңдап тырысып қалатындар бар ғой. Солардың ішінде бір андай ешқандай отказ бермейтін, жарайды деп түсінетін сондай бар ма футболисттер? Қазір көбейіп жатыр ондай ойыншылар. Ең енді топ-3 айтсай, топ-3 ма? Қазіргі құрамда Тағыберген, Самародов, қарап отырмын да, кім бар? Чистаков, үшеуі дейікші. Негізі Сергей Малыйды сөйлеп қойды. Сергей Малый соңғы кезде бермей жүр. Бұзылып жүрдіш? Бұзылып жүргенде мүмкін өкпесі бар шығар деп қоямын. Янкелерге Анан қара. Хейт етеді. Сөйлескен. Сергей Малый шығар хейт етеді. Сондықтан сол үшін қашар. Мүмкін көп сөйлей берсем, мен дұрыс түсінбей қалады деп ойлап шығар. Біздің жалпы ойыншылардың психологиясы сондай ғой. Көп сұхбат берсем, дұрыс емес деп ойлайды. Негізі ашық болу керек деп ойлаймын. Қандай болмаса сен халықтың алдына шығып жатсың, сөйлеу керек. Мен әрине болмайтын нәрсе айтпау керек қой енді. По факту өте керек. Ойын осындай, біз осындай план болды, осыны орындадық. Жетіспей қалған кезде жеңген кезде жеңдік деген нәрсе айтады. Бірақ қазір білмеймін, біздің қазақ ойыншыларына кішкене сондай ой қалыптасып қалған. Бір сұхбат берсем болды, мен өткенде бердім ғой. Ақырындап келеміз соған деп ойлаймын. Жеңісті сұхбат көп болады шығар деп ойлаймын. Мынау кім келе жатқан? Қуаныш Мұхамбет деген біздің ұлттық құраманың тірегі. Мынау енді гостиница, мынау машина, автобус дегендердің бәрін сонда сен аласың ба? Иә, біздің жұмысымыз ғой осында. Заранее бәрі. Поляншы? Полянда бәрі. Бүкіл сұрақтарды. Тамаша. Базар жоқ екенсің? Негізі кішігірім жел болып тұр, енді қақпаға соққылар жасап жатыр. Бекхан Жайзада, Стас Покатилов екеуі тұруда. Қазір
Олег Баскелов қақпашыларға қиын болсын деп ары бері жүгіріп кедергі келтіріп жатыр дегендей доптарды жинап мінекей қазір жаттығу жұмысы да аяқталуға жақын. Жігіттер ортаға жиналып жатыр. Қобалжыма дәуре бәрі жақсы болады. Қазақстан құрамасы негізі Беларусь құрамасына қарсы 8 матч өткізген, мына 9-шы матчымыз екен негізі. Енді арасында анандай матчтар бар ғой, енді ресми емес деген сияқты. Солардың ішінде Абат Айымбетов 2 гол ұрған. Өздеріңіз білесіздер, Ұлттар лигасында біз жеңіске жеттік. Одан кейін Сербияда өткен Беларусия Қазақстан матчында жаңбырлы күні өте тамаша гол салған Абат Айымбетов, сөйтіп жеңіске жетіп біз Ұлттар лигасында жеңімпаз атанған едік. Сондықтан бүгінгі матч сондай болып тұр. Бірақ енді өкінішке қарай отбасылық жағдайына байланысты Абат жоқ бүгін құрама командада, Бахтияр Зайнудинов жоқ. Сол команда енді Беларусия қақпасына гол ұрған біраз футболшы жоқ. Енді жолдастық матч қой, сондықтан көреміз. Бүгін 9-шы матч. Бұл екі елдің арасындағы футбол матчтар осылай ұзаққа жалғасып келе жатыр. Ең көп ойнайтын командаларымыздың бірі осы Әзербайжан және осы Беларусь құрама командасы болып жатқан жайы бар. Мінекей топтар жиналып жатыр. Жаттығу жұмыстары аяқталды. Енді бүгінгі матчты көреміз, қандай нәтиже болатынын тамашалаймыз бірге. 12 қараша 2010 жылы Республика Беларусьтің президенті Лукашенко осылай Борисов аренасының фундаментін қалауға осындай капсула салған екен. Бізде де капсула салатындар бар, бірақ стадион соқпай кетіп жатыр ғой. Бұл кісілер соққан екен. Сонымен мінекей Қазақстан құрамасының ойыншылары шығып келе жатыр. Асхат Тағыберген. Сонымен қадірменді ағайын, мынау жаңбырға байланысты матчымыз жарты сағатқа кейінге шегерілді. Кездесудің бас төрешісі Сергей Карасев ресейлік жарты сағаттан кейін бастаймыз деді. Жаңбыр тоқтады. Нөсер құйған, жасыл алаңның сапасы қазір қандай болып тұрғанын Құдай біледі. Өте нашар шығар. Шамасы жанкүйер көп емес. Борисов арена бұл Батенің стадионы. Сонымен матч басталмақшы. Ендеше ойында бірге тамашалайық ағайын. Трибунада қазақстандық жанкүйерлер де бар екен, байқасаңыздар болады. Сонымен матч басталғалы жатыр. Беларусия құрама командасының ойыншыларының ішінде мінекей көріп отырсыздар. Павел Забелин тобыл сапында ойнаған, Александр Мартынович команда капитаны, Қайраттың ойыншысы, Евгений Шикавка Шахтерде ойнаған, білесіздер 5 матч. Макси Бонк, енді оны білесіздер, Валерий Громыко, Никита Корзун. Қосалқы құрамда да жігіттер бар. Сергей Игнатович деген қақпашы бар екен. Жеңісте тұрмай ма? Сергей Политевич бар, баяғыда Қайратта ойнаған. Евгений Яблонский де танисыздар, Лисаковичті де танитын шығарсыздар. Жалпы осындай. Және команданың бас бапкері Карлос Алос Феррер. Және оның көмекшісі өзіміздің Фарағы, өзіміздің Фархат. Соның көмекшісі екен. Мінекей қазақтарда Беларусия футболына қатысы бар. Жаңа далада Виталий Жуковский Туран командасын бас бапкерінде көріп қалды. Жалпы таныс адамдар өте көп, бір шын айтқанда екі мемлекеттің командасы емес, бір таныс өте, бәрін бірін жақыннан білетін адамдардың командалар ойнайын деп жатқан секілді. Телеграм арнада мен осы жайлы жазған едім. Қадірмен достар, сонымен видео шоуымызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Белоруссия құрамасы есеп ашты. Күлкілі жағдай. Не деген қорғаныс мынау? Стас Покатилов. Естедік. Марат Быстров екен. Бір түсінде бар. Аллахың жегінде мінеке. Саморонов, Али Алиев екен. Түсінбей адыр бір-бір. Айдып адыр. Есеп 1-0 гол жіберіп алдық ағайын. Валерий Громыко. Гол автор. Есеп 2-0. Алыстан бағытталған жойқын соққы. Және Стас Покатилов. Ештеңені қоспайды. Беттегіне қосалмады. 2-0. Өзбекстан құрамасы әлем чемпионатына шығып жатыр, ал Қазақстан Белоруссиядан жолдастық матчта 2-0 ұтылып жатыр. Салыстырып көріңдер енді ал. Сонымен екінші тайм басталған. Және 4 ойыншы шықты. Ғалымжан Кенжебек еді. Сол Ғалымжан Кенжебек мінеки гол ұрды. Есеп өзгерді. 3-1 есеп. Енді Дәурен Жұмат, Наурызбек Жагоров, Әділбек Жұмаханов осылай жігіттер шықты. Кішкене өзгерді енді. Жастан шығып жатыр ғой, қанша дегенмен. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Жас қазақтың осындай техникасы зор, мықты балалары шығуы тиіс алаңға. Кішкене болса да көңілімізге медеу болып жатыр, но енді түп ұтылатынымыз енді понятно ғой. Осындай жағдай. Есеп 4-0. 4-1 кешірім өткен. Ну, в принципе, разница жоқ. 4-1. Белоруссия контрада ұстап алды. Осыдан 15 жыл бұрын Қазақстан құрамасы 4-1 ұтылған. Сонда іштек өзгермеген болып тұр ғой, Қадірмен достар, сонымен есеп 4-1 матч аяқталды. Белоруссия құрама командасы жеңіске жетті. Валерий Громыко, Шикавка деген жігіттер гол соқты. Бұлардың барлығы енді Қазақстан премьер-лигасында ойнаған жігіттер. Шикавка мысалға Шахтер Қарағандыда қосалқы құрамда отырған жігіт десек те болады. Громыконың мықты ойнайтындығы көрінді. 4-1 есебімен қаталдық. Екінші таймден жастар шығып, кішкене бір үміт сыйлақ қойды. Төбе болашақта мұны бір 5-6 жылдан кейін ғой. Сонымен матч аяқталды. Аладоп YouTube арнасындағы жұмысымыз осымен аяқталды. Қадірмен достар, біздің арнаға подписация етіңіздер, лайктарыңыз басыңыздар, комментарийлеріңізді, осы жол көп жазатын сияқтысыздар комментарийді. Жазыңыздар, ой қортайық, ақылдасайық, ойланайық, не өзгерту керек. Сіздердің комментарийлеріңізді оқу арқылы мен бойыма сіңіріп алам соның барлығын. Және соның нәтижесінде подкасттарда, осындай видеоларда, баспасөз мәслихаттарында ой айтам. Бізге қатты өзгеріс керек қадірмен ағайын. Қазақ футболын осылай жүйкеміз тозғанша, өміріміздің соңына шейін осылай шармандап, сорлап көріп отырамыз десеңіздер, үндемей кете береміз. Жоқ десеңіздер, оянуымыз керек, бірігуіміз керек. Қазақстандық футбол жанкүйерлері бірігетін күн келді. Айқай-шу бастаймыз мынадан кейін.